Сәлеметсіздер ме оқушылар? 7 сынып алгебра мектеп баспасы 38-де 6-шы есептің шығару жолын түсіндіретін боламын. Ал ендеше бастайық. 38-де 6-шы есеп бізде біріншісінде x тең минус 0,6 болғанда бізге мынандай алгебралық бөлшек берілген, соның мәнін табуымыз керек. Бірінші есеп алдымен берілген жазып алайық. Біздегі алгебралық бөлшектің x-тің 5 дәрежесі қосылған 4x-тің 4 дәрежесі бөлімінде x-тің 4 дәрежесі қосылған 4x-тің кубы. Бұл жерде x-тің мәні берілген, бірақ біз бұны алдымен жаңағыдай бөлшекті қысқартып алайық. Бұнда бізде мәнін табу оңай болады. Бірінші алымынан x-тің 4 дәрежесін ортақ көбейткіш ретінде мен жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде x-тің 1 дәрежесі қалады, қосылған 4 қалады. Бөлшектің бөлімінен x-тің кубын шығарамын. Ортақ көбейткіш ретінде сонда x қалады, жақша ішінде қосылған 4 бар. Сонда x плюс 4-теріміз қысқарады. Мына жерде x-тің 4 дәрежесі бөлімінде x-тің кубы. Негіздері бірдей болғандықтан дәрежелері қысқарады. Сол кезде x-тің кубы кетеді де, мұнда 4 дәрежеден 1 дәреже қалады. Сонда тең x. Бұл деп отырғанымыз минус 0,6-ға тең. Екінші есеп x тең минус 3,3-тен 2 болғанда бізде мынадай алгебралық бөлшектің мәнін табыңыздар дейді. Берілген жазып алайық алдымен. 3x-тің 5 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесі. Бөлшектің бөлімінде 3x-тің кубы минус 4x-тің квадраты. Бірінші есеп сияқты ортақ көбейткіш жақшаның сыртынан шығарамыз. Алымынан x-тің 4 дәрежесін шығарамын. Сонда жақша ішінде 3x минус 4 қалады. Бөлімінен x-тің квадратын шығарамын. Жақша ішінде 3x минус 4 қалады. 3x минус 4-теріміз қысқарады. Және x-тің 4 дәрежесі және x-тің квадраты да қысқарады. Ал алымында x-тің 2 дәрежесі қалады. Сонда x-тің квадраты қалады. Бұл деп отырғанымыз x-тің орнына мәнін қоямыз. Минус 3,3-тен 2-нің квадраты. Енді біз бұны квадраттау үшін бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сол кезде минус, мына жерде 3-тен 11 болады. 3-тен 11-нің квадраты, сол кезде бізде 3-тің квадраты 9 болады. 11-нің квадраты 121. Минусымыз ол плюске айналып кетеді. Мінекей осымен есебіміз аяқталды. Келесі есеп алдағы видеоларда шығатын болады. Сондықтан каналға тіркелуді, лайк басуды, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.